Құрдымға кетірер ашкөздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық. Мұндай эмоциялар толқынының бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Біз фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде-бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын шарықтатып, сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді? Эфирде «Сахна сыры» тележобасы. Астаналық оқушылар сарайының жаңа ғимаратына жастар театрының барлық актерлік құрамы жиналды. Көптің көңілінен орын алу үшін тынымсыз еңбек ететін труппа күрделі дайындықтарын өткізуде. Ұжымның репертуары үшін бұл спектакль жаңа дүние. Тіпті әзірге бір жылда болған жоқ. Ал әлемнің түрлі сахналары мен киноларында бұл туынды сан мәрте орындалды. Ал турасын айтқанда, жастар театрының майталмандары Шекспирдің асауға тұсауын сахналамақ. Қойылымда басты назар неге аударылады? Жалпы биге, акробатикалық әдістерге, хореографияға. Вообще, когда постановка... Жалпы қойылымды қоюшы Нұрғанат Жақыпбай пластиканы, трюктарды немесе актерлік ойынды бөліп жармайды. Мұның барлығы синтез, жиынтық. Мәселен, Петруччо Катарина қойылымын аз ғана пластикамен тек тұрып қана ойнауға болады. Бірақ ол жағдайда актердің ішкі дүниесі басқаша көрінеді. Ал біздің театр пластикалық қойылымдарға негізделген. Біздің репертуарымыздың басым бөлігі пластикалық. Пластикамен жұмыс жасаған кезде актерге де жеңіл болады. Асауға тұсау комедиясында актерлардың өзіндік бір фантазиясын қосуға немесе бір өзіндік бір әзілдерін қосуға мүмкіндік бар ма, жоқ әлде бәрі мәтін бойынша ма? Насколько позволяет пластика мен драматургия және режиссер қаншалықты мүмкіндік берсе, соншалықты импровизация қосуға болады. Режиссердің концепциясы бойынша тек логикалық тұрғыда рұқсат бар. Қайырлы сәт, Кэт. Солай естіп пе атыңызды? Жалпы мен байқағаным, дайындық алдында сіздер бір негізді бір жаттығулар жасайсыздар. Құтты бір жарыстарға қатысайын деп жатқан бір гимнасттар сияқты. Жалпы бұл қойылымның соншалықты физикалық тұрғыдан ауыр болғаны ма сонда? Бұл қойылым физикалық түрде өте ауыр, шындығында да. Біз өйткені мысалы арасында сахналарға кіріп шығамыз. Біз көрерменнің алдында оны білдіртпейсің. Ал сахнаның сыртына шыққан кезде кәдімгі ентігімізді баса алмай, сондай жағдайларға да жетіп жатамыз кейде. Сол үшін кәдімгі мынау спортта, мысалы, боксшылар бір раунд бокс жасқаннан кейін бір демалу болады ғой, екінші раундқа көшеді. Тура сондай деп айтсам да болады. Өйткені екеуі де басынан өткен. Бізде жаңағы егерде дайындықсыз, алдын ала бір өз-өзіңді дене бұлшық етіңді болсын, дыхание дейміз ғой жаңа. Соның бәрін ретке келтірмей шықсаң, онда қиын болады. Неменеңіз осы мені? Шырға қылып шабақтарға мынадай. Естуімізше, сіз жақында тағы да ана атандыңыз. Шын жүректен құттықтаймын. Және де босанғаннан соң неге ерте сахна төріне қайта оралдыңыз? Сізге дайындық кезіндегі ауырлықтар қиындық етпей ма? Почему я вышла на работу вот так экстренно? Менің бұлай жұмысқа тез шыққан себебім, мен өз театрымды жақсы көремін. Мен өнер академиясында кино және театр факультетінде оқып жүрген кездің өзінде мен осында жұмысқа келетінімді білдім, сездім, үміттендім. Себебі менің ойымша біздің театр Қазақстандағы үздік театрлардың бірі деп ойлаймын. Ал енді ауыртпалықтарға келетін болсақ, өздеріңіз көрдіңіздер, бізде ауыртпалық көп. Оның үстіне жарты жылдық демалыстан кейін сәл қиындау, бірақ өнер құрбандықты талап етеді. Жалпы бұл сахнаны істеген кезде шегелер пайдаланбаған. Жалпы адам құлаған кезде, секірген кезде денесі қатты ауырмауы мүмкін. Алайда гастрольдік сапарларға шыққан кезде үлкен бір қатты сахналар кездесіп қалуы мүмкін. Сол кезде жағдай қалай болады? Тогда любишь роль еще больше. Роліңді аса жақсы көрген сайын, үстіңнен кеткен күштің әсерінен еріксіз тер шыққан сәтте, бұл өнер өміріңнің бір бөлігі екенін түсінесің. Физикалық ауыртпашылықтан қашу үшін қасақана рөлді аяғына дейін ойнамай кетуге болмайды. Керісінше дұрыс болмаған кездері ашуланамын. Жараланған кездің өзінде ұжымдағы қыз-жігіттер, оның ішінде өзімде сахнаға шығып қойылымды жалғастырған кездеріміз болды. Аяқты шығарып алып немесе денемізді ауыртып алатын сәттер болады. Бірақ біз тоқтамаймыз.
Мәселен, жаңа ғана көргендеріңіздей, Әділ мені байқаусызда құлатып алды. Алайда ұстап тұру керек еді. Мені мұндай жағдай ызаландырмайды, себебі бұл жұмыс барысында болатын жағдайлар. Қойылым барысында сіздерде аунау, билеу, секіру деген секілді іс-қимылдар өте көп. Жалпы бір гастрольдік сапарлармен басқа сахнаға баратын болсаңыздар, сахна кішкентай болса, қалай болады жағдай? Енді біздің театр әбден ондайға дағдыланған. Неге десеңіздер, біз осы уақытқа дейін 6 рет ғимаратымызды ауыстырғанбыз. Әртүрлі ғимараттарда жұмыс істедік. Тіпті мынау ең кішкентай сахна орыс театрынан бастап Конгресс-холлға дейін ойнағанбыз. Мынау бейбітшілік және келісім сарайында да спектакль қойғанбыз. Кейбір спектакліміз осындай 4-4 кішкентай ғана бөлмеде де шыққан спектакльдеріміз бар. Диляфруздың 4-кеуі деген секілді. Кейін үлкен сахнаға шығардық оны. Сондықтан да біз күй талғамаймыз. Далада да ойнай береміз. Ашық жерде, мынандай кең жерде, сахнада, сахнаға көрермен жіберіп, көрермендер отыратын жерде де ойнай береміз. Енді ағайымыз, бас режиссеріміз Нұрғанат Жақпаев. Өзі студент кезден сондайға бізді дайындады, өте мобильді болуға. Кез келген берілген тосын жағдайдан шығу. Мойныңызға не болған? Мойныма енді жаңағы менің әріптесім Мадина Катаринаны ойнайтын. Дайындық кезінде образға қатты кіріп кеткен болу керек. Бұндайлар жиі болып тұрады енді бізде. Жастар сценарийге жаңаша қарайтын заманауи театр. Сіздің айтуыңызша, Шекспирдің бұл туындысын кішкене қысқартқансыздар, алайда өзгертпегенсіздер. Және киімдер сол заманға сай таңдалған. Неге? Демек, сіздердің классикаға енгізілгіңіз келмеген бе? Классика, она общечеловеческая. Классика бұл адамдарға ортақ нәрсе. Мәселен, біз қазір Шекспирдің Петруччосын қойып жатырмыз. Бұл өмірде де бар жағдай, өмірдің кішігірім бөлігі. Ол сол үшін де классика саналады. Егер де біз Шекспирдің текстін өзгертетін болсақ, бұл кешірімсіз. Оны қысқартуға болады. Біз бүгін пластикалық нұсқасын дайындаудамыз. Ал костюмдеріміз сол уақыттың, сол дәуірдің көрінісін суреттейді. Сонымен қатар аяқтарында спорттық жеңіл аяқ киімдер. Алғашында біз костюмдерді декорацияны сәл өзгерткеніміз үшін ескертулер жасалама деп кішкене қорықтық. Бірақ бұл жерде ешқандай итальяндық дүние жоқ. Міне біздің аттар, біздің арбалар. Өздеріңіз көргендей, біз роликтерді қолдандық. Бірақ бүгінгі күннің көрермені түсінді. Олар режиссердің жұмысынан Шекспирдің туындысын көруде. Бұл қойылым республикалық фестивальге таңдалынып алынған, жалпы сыртқа шығу үшін қандай талаптар қойылады? Если есть достойный спектакль. Лайықты болуы тиіс. Өтініш беретін кезде театрда ойлануы керек. Фестивальге осы бір қойылымды жіберуге болады ма, жоқ па? Себебі ол жерде Әділқазы мүшелері жұмыс атқарады емес пе? Ал Әділқазы құрамында театр танушылар, режиссерлар, қонақтар болады. Ресейде міндетті түрде бір қонақ шақырылады. Нақтырақ айтқанда театр танушы, танымал театр сыншысы. Бұл шығынды талап етеді. Сондықтан да фестиваль деген оңай нәрсе емес. Бірақ егерде жылына кем дегенде 2-3 республикалық және 2-3 халықаралық театр фестивальдары болса, біздің Қазақстанның театр әлемі бұдан да жоғары қарыштайтын еді. Дәл осы күндері жастар театры сыр елі саналатын Қызылорда өңірінде. Олардың асауға тұсау қойылымы 22-ші республикалық драмалық театрлар фестиваліне қатысуда. Нартай Бекежанов атындағы облыстық драма театрдың сахнасында сонымен қатар Шекспирдің Ромео мен Джульетта спектаклі де қойылатын болады. Қойылымды Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры сахналамақ. Жастар театрымен қатар гастрольдік сапарға Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры да жол тартты. Театр ұжымы Айтматовтың Ана, жер ана туындысымен ерекшеленбек. Жеңіске деген тайталастың оңай болмайтыны анық. Фестивальдің қорытындысы Қызылордада 14 қыркүйекте белгілі болады.